Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, дастарханда ерекше әдемі болып көрінетін жаңғақ қосылған екі түрлі муравейник дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Жұмыртқамызға қант қосамыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық ас содасын қосып, електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дәл осындай болуы керек. Енді теңдей етіп 4 бөлікке бөліп алып, әрқайсысын пищевой пленкаға орап, морозилкаға салып қатырып аламыз. Бұл қамырды бірден бәрін пісіріп алсаңыздар да болады, немесе шетінен керегін ғана пайдаланып пісіріп алсаңыз болады. Бұл қамыр негізінде морозилкада 2 аптаға дейін сақтауға болады. Креміміз бізде ерітілген сары май, қойытылған сүт, яғни варенка, және де ванильді қантты қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Кремімізді енді шетке қойып қоямыз. Енді морозилкаға қатқан қамырымызды бірден форманың үстіне шетінен осылай үкіштен өткізіп аламыз. Бір формаға жаңа біз өзіміз 4-ке бөлінген қамырдың 2 бөлігі бірден үкіштен өткізіп пісіріп аламыз. 180 градуста ысып тұрған пешке салып, 20 минутке салып қызарғанша пісіреміз. Міне дәл осындай болады. Қамырымыз піскен кезде оны бірден қолымызбен осылай ұсақтатып аламыз. Толық пісіріп алғаннан кейін қамырымызды енді теңдей етпекке бөліп жаңғақ қосамыз. Мен грек жаңғағын қостым. Өз еріктеріңізде миндаль жаңғағын немесе фисташканы бәрін ұсақтап қосып, кремімізді теңдей етіп екіге бөліп, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Бір бөлігін дәл осындай арнайы формаға салып, жақсылап тегістеп жайып аламыз. Морозилкаға салып қатырып аламыз. Ал екінші бөлігін осылай стаканчикке салып, арнайы форма жасап аламыз. Стаканның ішіне салып, толтырып, стаканымыздан қайтадан шығарып, бірден қағаз формалардың ішіне орнатамыз. Міне дәл осылай шығады. Бұл енді қағаз формочкалар дастарханда қонақ келгенде өте әдемі көрінеді, және арнайы қолмен ұстағанда да өте жақсы деп ойлаймын. Сыртын шоколадпен әсемдедім. Яғни сыртын әсемдеуде өз еріктеріңізде, яғни шоколадпен болсын, кокос ұнтағын немесе күнжіт сепсеңіздер де болады. Екінші бөлігі морозилкадан алдық. Енді бұны 4 бұрышты етіп те, немесе тік 4 бұрышты етіп те кессеңіздер болады. Міне біздің жаңа қосылған дастарханда ерекше әдемі көрінетін екі түрлі муравейнигіміз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шықты. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Сондықтан да жасап көріңіздер. Жасауы өте оңай. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.